Қайырлы кеш, ассалаумағалейкум, құрметті математика сүйер қауым, сіздермен бірге Әли. Бүгінгі сауалыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сауалымыз өткен лекцияның жалғасы, яғни сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесінің екінші бөлімі, теңдеулер жүйесінің біртекті жағдайын қарастыратын боламыз. Сауалымыздың мақсаты сызықтық теңдеулер жүйесінің біртекті жағдайындағы түбірлерін табамыз және матрица рангы анықтаймыз. Ранг туралы жаңа ұғыммен таныс боламыз. Енді өткен лекцияға шолу жасайтын болсақ, біз өткен лекциямызда сатыжы деген сызықтық алгебра теңдеулер жүйесінің біртексіз жағдайын қарастырған едік. Яғни бізде b векторымыз сол кезде константа болып еді. Қандай да бір тұрақты сандар болып еді. Яғни біздің теңдеуіміз осылай жазылатын еді, естеріңізде болса. Және де мына шартқа ерекше мән беріп едік. Егер біздің теңдеуіміз сатылу күйінде түрлендіргеннен кейін егер нөлден нөл шықса, онда бізде шешім шексіз болады деп айттық. Егер мынандай жағдай орындалса, онда бізде жүйе үйлесімсіз болып шешімі табылмайды деген сөз. Ал егер біздің шешім сатылу күйінде егер соңғы теңдеуінде бір белгісіз қалса, онда жүйе жалғыз шешімге ие болады деп қарастырған едік. Енді бізде бір сұрақ туындайды. Біз теңдеудің қанша шешімі бар екенін қалай анықтай аламыз? Яғни біздің шешіміміз бір теңдеулер жүйесінде тек бір шешімі ғана бар ма, әлде теңдеудің шексіз шешімі бар екен? Біз оны қалай анықтаймыз? Осы сұраққа жауап беру үшін келесі слайдқа назар аударуыңызды сұраймын. Ранг дегеніміз не? Егер нақты анықтаманы беретін болсақ, берілген матрицаның нөлден өзгеше ең үлкен ретті миноры матрицаның рангын ранг А деп белгілейді. Яғни ранг дегеніміз жаңа теңдеуімізді Гаусс әдісінің көмегімен түрлендіргеннен кейін сатылу күйінде, яғни теңдеуімізді сатылу күйінде кетіргеннен кейін бізде нөл емес шама қалады. Яғни біздің әрбір айнымалының алдындағы коэффициенттер нөл емес болса, яғни ол ранг есептеледі. Ал рангтар қандай теңдеулер есептелмейді, яғни теңдеуіміз нөлге айналған жағдай. Яғни бәрі айнымалы нөлге тең болған кезде ол ранг ретінде саналмайды. Жалпы біздің теңдеуіміз түрлендіргеннен кейін ол қандай да бір теңдеуге өзгереді. Яғни біз түрлендіргеннен кейін кейбір теңдеулер жойылып кетеді екен. Өйткені себебін келесі слайдтарда білетін болсақ. Ранг пен теңдеудің шешім арасында не байланысы бар? Мына екі шартқа мән берейік. Егер біздің матрицаны анықтау үшін нөлге тең болған кезде, егер біздің матрицамыз анықтауға нөлге тең емес болған кезде. Бізде былай дейді, егер матрица анықтауышы нөлге тең болып, және де R деген матрицаның рангы мен матрицаның рангы айнымалы санның кіші болса, түрлендіргеннен кейін теңдеудің ақырсыз шешімі бар деген сөз. Егер біздің матрицамыздың анықтауышы нөлге тең емес болса, бірақ матрицаның рангы мен айнымалының саны тең болса, онда теңдеудің жалғыз шешімі бар. Яғни бұл нені білдіреді? Яғни бізде мынандай k деген сан бар, бос айнымалы. Егер бізде n-r деп азайтып, мысалы k бос айнымалы егер нөлге тең емес болса бізде, яғни ол шешімі көп. Яғни бір шешім өте көп. Егер біз бос айнымалымыз нөлге тең болса, яғни оның тек жалғыз ғана шешімі бар деген сөз. Жалпы бұл ең маңызды жаттайтын нәрселердің бірі. Келесі ұғым бұл сызықтық тәуелділік деп аталады. Жаңа айтып кеткендей, біз гаусстық түрлендіруден кейін кейбір теңдеулер жойылып кететінін айтып едім жаңа. Сол сызықтық тәуелділік айтылады. Яғни біздің бір матрицаның бір жолы, қандай да бір жол арқылы өрнектеледі. Яғни біздің мысалда көп тұрсыздар, 2-4 деген жол, ол 1-2-ның екі еселенген түрі. Яғни матрицаның екінші жолағы бірінші жолағына тікелей байланысты. Сол үшін сызықтық тәуелділік деп аталады. Егер тәуелділік болмаса, онда біздің
анықтауышымыз нөлге тең емес болар еді. Бұл жерде нақты анықтама бар. Сызықтық кеңістіктің ішкі жиынында болу қасиет жиынтықтық тәуелді болған кезде элементтер нөлдік элемент тривиалды емес комбинациясы бар. Яғни мұндай комбинация болмаса жалғыз осындай онда сызықтық тәуелсіз аталады. Яғни егер біздің қандай да бір жол бойынша егер баған бойынша алсақ, егер бірінші векторымыз екінші вектор бірінші вектор арқылы өрнектелсе, онда арасында сызықтық тәуелділік бар деген сөз. Енді сол теориялық білімімізді бекіту мақсатына практикалық есеп көшейік. Бізде мынандай деп берілген, бізде бұл жерде теңдеудің жалпы шешімін табу керек іргелі. Бізде шешім былай. Өткен жолғы Гаусс әдісін қолданамыз, естеріңізде болса. Яғни біз мына жердегі барлық элементтерді бәрін нөлге айналдырамыз. Мына жерде -2 көбейтеміз, -3, -1 көбейтеміз, мына жердегі бәрі нөлге айналады. Ені мына жердегі нөлге айналдыруымыз қажет. Мына жерде бәрі нөлге айналады. Мына жерде мысалға -2 көбейтсек, мына жерде бәрі нөлге айналады. Мына жерде мысалы -1 көбейтсек, бәрі нөлге айналады. Яғни бізде бұл матрицада сызықтық тәуелділік бар екен. Яғни бір жолымыз екінші жол арқылы өрнектеледі екен. Яғни бізде мына ранг деген көріп тұрсыздар 2 деген сөз. Яғни бізде қандай да бір нөлге тең емес сандар болу керек. Егер бәрі нөл болса, онда бізде рангқа кірмейді. Ранг мынау 2 деген сөз. Яғни 4 не болды да? 5 айнымалы теңдеу болды да, рангымыз 2-ге тең болып қалды. Яғни осы теңдеуімізді жазамыз да, еркін белгісіздік дегеніміз не? Яғни белгісіздік еркін деген, яғни бізде мынау әрбір жолақта бірінші нөл емес элементтер, мысалға, олар бізде базистік белгісіз деп аталады, ал қалғаны ол бізде еркін белгісіздер, яғни ол базистік емес белгісіз деп аталады. Яғни олар екінші, үшінші қалған нөлге тең емес элементтер. Оларды еркін белгісіз деп аталады. Яғни бізде жаңа айтып өткендей бірінші шарт орындалады. Бізде матрицаның рангы айнымалының санынан кем болып қалды да, яғни біздің шешіміміз шексіз болып қалды. Яғни бізге дербес бір қандай да бір мәнде берейік әртүрлі, мысалы. Әртүрлі деген сөз, яғни біздің шешіміміз көп, яғни кез келген сандар бола береді деген сөз. Сол біз 3 комбинацияны қолдандық, сонда біздің осы дербес іргелі шешімдер болады. Енді практикалық екінші есеп көшейік. Бізде 3-3 матрица берілген. Яғни бұл жерде біз детерминант арқылы тексереміз. Яғни бұл есептерде іргелі шешім табуымыз керек теңдеудің. Жаңа өткенде біз бірінші қадамымыз матрицаны анықтау үшін анықтаймыз. Осы нөлге тең болды, яғни екінші шарт орындалады деген сөз. Осылай жаңағыдай астын нөлге келтіріп аламыз. Нөлге келтіріп аламыз да, мына жерде мысалға -1 көбейтіп, мына жерде нөлге айналып кетті. Біздің яғни рангымыз 2-ге тең болады. Тең болды, яғни бұл жерде де теңдеуіміз шексіз түбірлер бар, себебі біздің рангының нөмірі айнымалының санынан кем болып қалады, 3 айнымалы. Сөйтіп болса теңдеу қорытамыз, осылай алгебралық әдіспен шығарып, түбірін табамыз. Бұл жерде негізі түбір көп. Біз тек қандай да бір түбірін алдық. Кез келген түбір қойсақ та болады, сын орнына. Енді қорытындыға келейік, сызықтық теңдеу жүйесі біртек жағдайында біз түбірлерін табу дегенде, және ранг пен теңдеулер түбірінің арасында байланыс бар екенін көрсеттік, және сызықтық тәуелділіктің не екенін анықтадық. Ал назарларыңызға рахмет, құрметті математика сүйер қауым. Егер видео ұнаса, лайк басып арнаға тіркеле кетіңіздер. Егер қандай да сұрақтарыңыз болса, астыға комментарий қалдыра кетсеңіздер. Ал келесі сабағымыз матанализға байланысты, яғни біздің келесі тақырыбымыз
функцияның шегі, яғни шекті қалай табу керек, сол туралы болады. Ал назарларыңызға рахмет, құрметті көрермен, сау саламатта болыңыз.